Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз кітаптың мұқабасын, яғни обложкасын жасайтын боламыз. Оны Corel'да жасаймыз да, және дайын мокапқа наложение арқылы жасап үйренетін боламыз. Ол үшін біз Corel мен Photoshop'ты екеуін үйлестіре отырып жұмыс істейтінді үйренетін боламыз. Кеттік бастайық. Бірінші біздің дайын мокабымызды ашайық. Мен арнайы заготовка дайындап қойдым. Оны сіздер интернетке кіріп көрулеріңізге болады. Мысалы, мен силуэт человека дедім. Бір поискті, екінші поискті просто закатты алдым. Мына бір кішкене көзге қатты дұрыс көрінетін бір өзін ала салдым. Кеттік бастайық. Мына жерде бізде мына слойларға кірсеңіздер, міне барлығын жеке-жеке көрулеріңізге болады. Мына жерде бук деп тұр, яғни кітаптың ішінде мына осы кавері, бетінің обложкасы, міне мына edge деген біздің мына қыры. Кеттік бастайық. Мынаны біз обложкасын аламыз, екі рет мына жерде басамыз. Яғни бұл смарт объект болып тұр. Яғни оны екі рет басқан кезде шығады бізде окей деп. Төмен түсіреміз де, бұның размерін көріп алайық. Қазірше бұл эскиз ретінде. Миллиметрмен есептегенде 520-да 750, және разрешениесі 72. Кеттік, Corel'да ашамыз. Corel'да ашамызда размер задавать етеміз. Қандай еді бізде? 520, 750. 520 ені, биіктігі 750 дейді. Enter. F4 мен басып көріп аламыз. Кез келген цвет берейік. Кеттік. Осы размерге біз жаңағы дайындап қойған фонымызды алайық. Мен бұлай перетаскать, бұлай тарта салма болады. Болмаса через Ctrl-I, яғни импорт арқылы бұлай алма болады. Болмаса файлға кіріп импорт алға болады. Әр сабақта айтып жатырмын, естеріңізге қалсын деп. Міне мен шетте тұрды, мен shift арқылы выделять еттім. E әрпін бастым, C әрпін басым ағылшынша. Центровка жасады, вертикальный, горизонтальный. Кеттік. Мен бұрыштан тарттым, пропорциональный үлкейттім. Shift page down төмен түсірдім. Мына картинканың басында Power Clip конвертке салдым. Міне. Кеттік. Келесі. Біз мына силуэтімізді алайық. Бұл жерде мен кітаптың атын бірден айтып өтейін. Мен өзіңді тап деп атап кетейін. Негізінде бұл ешқандай тапсырыс емес, жай ғана бір ойыма келген сәт осы ғана болды, бірден сол үшін. Тонкий шрифт жақсы көрінеді. Аққа бояйық. Текстқа кіріп, міне верхний регистрмен жазайық. Отцентровка жасайық. Шына shift басып тұр, фонмен отцентровка жасайық. Мынаны кішкене шетінен тартайық. Оқылатындай болсын. Так, болды, жақсы. Көтерейік кішкене. Мынаны қарайық. Бізде мынаны барлығы растровый және водный знактар бар. Оның барлығын алу үшін біз трассировка жасаймыз. Quick Trace'қа баса салайық. Кетті. Шетке алып тексеріп көрейік міне. Мынаны барлығын. Разгруппировать еді ғой. Болмаса мен фонды Ctrl арқылы выделять етем да, удалить етем. Мынаны да Ctrl басып тұрып басам, удалить етем. Енді мынаны былай қарап отырсаңыздар, жеке вектор болып тұр. Мына жерде сұрақ белгісін копировать етін, вставить етейін. Мына осында копировать, вставить. Оның бәрін неге істеп жатыр? Мынаның барлығы жеке-жеке алыну үшін, және мынаның барлығы артында фонның, то есть мына адамның силуетін барлығы жеке бәрі группирован болып тұра берсін деп тұрмын. Енді мен разгруппировать етемін, және несін істеймін, контурмен шығарып беретін функцияны басам. Разгруппировать еткеніңіз бірден шығады. Контурын көріп алайық, міне барлығын белгілеп берді. Енді біз оны shift басып, сұрақ белгісі екеуін басып тұрамыз да, болмаса шетке тарта тұрайық. Shift басып тұрып центровать етейік. Қалғанын біз удалить етіп тастауға болады, өшіп тастауға болады. Мынаны алып тастайық. Мынаны қараға бояйық. Шетке бізге керек емес, алып тастайық. Мына жерде сұрақ белгісі жоғалып кетті ғой. Біз аламыз да оны
каркаста қараймыз, ол тұр екен, выделять етеміз. Shift page up. Оны көру үшін былай көресіздер. Қайтан exchange кіреміз да, расширенныйға. Shift page up'ты басамыз, шығады бетіне. Кеттік, контур, сары контурын алып тастайық. Ол үшін білесіздер, выделять етеміз да, мына жерде төменгі жағында контурды алып тастауға болады. Болмаса F12-ні басқанда. Ал кеттік, shift басып центровать етейік. Үлкейтейік. Shift басып тұр, бұрыштан тартсақ үлкейтейік. Қатты үлкен болмасын. Кішкене былай істейік. Мына бір закатқа қойық. Адамның. Мына бір горизонт, яғни көкжиектің бойымен қойық. Және мына барлығы бірдей нету үшін дұрыс көрінішімен бір сызық жіберейін. Әйтпесе бір ауадан пайда болған сияқты болмас үшін көкжиекке бір сызық жіберейін. Бұл жерде де контурын алып тастайын. Кішкене жоғары көтерейін. Ой, енді бір қалыпқа келіп қалды. F4 мен тексеріп алайық, көріп міне. Группировать етіп қойайық. Және группировать етпей тұрып, бұл кішкене яркий болып тұр. Бұның бәрін жасап алдық. Оны мен кішкене прозрачностьқа кіріп 50%-ке міне автоматически прозрачность берейік, кішкене болсын. Мынағанда басам, однородный. Контурын алып тастайық. Мына жерге түсірейік. Енді бір қалыпты болып қалды. Қатты, резкий болмай қалды. Бірақ біздің сұрақ белгімізді бір анық қылымыз керек. Қайттан оны бірге болып кетті ғой. Бірін аққа бояймыз міне. Енді дұрыс көріне бастады деп ойлаймын. Енді мынаны текстті выделять етейік. Одан бірінші шетке көшіріп жазып алайық. Бояп мынаны. Ал енді бұл екі тексті бөліп тастайық. Яғни кіреміз, выделять етеміз, Ctrl-K арқылы жеке-жеке бөліп тастаймыз міне. Қайттан группировать етіп қойайық. Оның бәрін түсіндірем кейін. Міне. Енді контур береміз. Тень береміз. Көлеңке. Мына көлеңкені басамыз, интерактивный теңді. Басып тұрып тартамыз. Қайттан орнына келеміз. Мына multiply'ды басамыз, нормальныйға келтіреміз. Нерден процентовка қараны составной қыламыз. Мына жерде бір 5-ке келтірейік. Және мынаны басқан кезде біз сыртына қарай шығаратын теңді басамыз. Міне көрінді. Мына жерде 50 қатты болып тұр. Қатты контраст болып тұр. Кішкене 40 қылайық. Бұны да Ctrl-K арқылы көлеңкесін бөліп тастаймыз. Міне көлеңкесі жеке алынатын болды бізде. Енді бағана айтып кеткендей, мынаны жеке выделять етеміз. Тағы да прозрачностьты басамыз. Мына жерден ақырын бүйтіп тартып көрейік. Міне. Кішкене көріне бастады. Осылай. Осыны біз аламыз да оң жағын бастырып мынаған әкелсек, скопируй все свойства. Copy all properties дейді. Мынаны. Прозрачностьтын көшірмейді. Мынаны аяққа келіп көшіре саламыз. Так, көтерейік кішкене. Міне. Енді ұқсай бастады. Бәрін группировать етіп қойайық. Қозғағанға оңай болсын. Айтпақшы сохранить етіп отырайық. Shift Ctrl S. Мен жазып қойын. Мұқаба деп. Енді біз автордың атын жазайық. Бұл жерде автордың мен өзі атымда жаза салам. Ешкім ренжімес деп қойын. Мен кітабым деп есептейік. Ерлан Ескендір деп. Шрифтті кішірейтейік. Осындай болар. Енді менің қарап отырсаңыздар, атым оқылмай қалды. Мен ол үшін прямоугольник 4 бұрыштан аламын да, мына бұрыштан мына бұрышқа тартамын. Және қара түске бояймын. Ол барлық қара түс составной болу керек. Контурын алып тастаймын. Және тағы да прозрачность аламын. Перетекание сияқты жіберем прозрачность. Міне. Линейный прозрачность. Қайттан қарасаңыздар көрінбей қалды. Оны выделять етемін да бұлай. Беткі слойына, яғни беткі бетіне қойым керек. Shift басып тұрып, page up'ты басам, міне. Қайтан F4-ді қойып көрейік, міне. Енді. Тағы да кішірейтуге болады екен. Мынаны кішкене былай созып, кішірейтуге болады екен. Алыстан тағы көрейік, F4-ді басып, міне. Болады деп ойлаймын. Кеттік, бұның барлығын группировать етіп қойайық. Шетке. Енді сақтап қойайық. Енді қайтан Photoshop'та ашайық. Бізде мына размерін біліп алдық қой. Енді мына
шеткі размерін білу үшін edge'ді басамыз да, тағы да 2 рет smart объект шығады, 2 рет басамыз, окейді басамыз. Тағы да тартып тұрып, image size арқылы көреміз размерін. Оң жағын басамыз мушканың, размер изображения. Мына жерде 62,5-да 750. Бірден сақтап аламыз ойымызға. Мен енді 62,5-да 750. 750. Кетті. Енді бұны тура мынаны shift белгілеп тұрып Т әрпін басамыз ағылшынша. Барлығын жоғары жағымен равнять ету үшін. Және не істеймін? Әлі осы дизайнды көшірем. Басып тұрып, контролды басып тұрып, яғни shift контролды басып тұрғанда мышканы жібермей, сол жағын, оң жағын бірден басам, көшіріп береді. Қайтадан разгруппировать етейік. Мыналардың барлығын шрифтті жазуды өшіріп тастайық. Міне. Мына осын істеген алып қалайық. Мына контурды алып тастап кетейік. Мынаны тастап кетейік. Мынаны біз шеттен келеміз да, керекті жерге етіп қараймыз. Shift page up. Керекті мынаны да аламыз да, белгілейміз да, обложканы бұрын. Power Clip'қа сала салымызға болады бұлай міне. Енді не істейміз? Енді біз бұны бұлай айналдырамыз, контролды басып тұрып. Болмаса, мына жерден поворотқа аламыз да, 90 градус міне. Яғни бұны теріс айналу үшін 270 градусқа. Мына жаққа келеміз. Тағы shift page up пен жоғары шығарамыз. Shift пен басып тұрамыз да, бір екеуін выделять еткенде L әрпін басамыз. Сол жағымен равнять ету, left. Мына кішірейтеміз пропорционально. Қараймыз. Қай жерге кетіп тұр екен. Дұрыс, енді біз есімізді, біздің кітаптың обложкасын ерде бар. Өзіңді тап деген. Дәл осыны аламыз да. Бағанағы әдіс бойынша 270 пен бұрамыз. Міне, shift page up. Яғни бетіне шығарамыз деген сөз. Міне. Түсін бояйық аққа. Центровать етейік. Дәл бір ортаға қойық. Әрпін басамыз. Мұнаны бірінші тексті выделять етіп, shift'ті басамыз да, басып тұрып, объектін белгілесек фонда, сосын барып әрпін басамыз. Яғни горизонтальный центровка жасап береді. Бұның барлығын дұрыс көру үшін қайттан өзіміз айналдырып алайық. Міне. Өзіміздің аты жөнді аламыз да, копировать ставить, copy paste. Тағы да әрпімен центровать етіп аламыз. Өзіңді тап деген жазуды кішкені бұлай келтірейік. Енді төмен кішкені бұлай. Мұның барлығын кішірейтейік текстіні. Бағана әдіс бойынша басып тұрып, жоғары қарай прозрачность береміз. Міне. Енді осыған көлеңке береміз, интерактивный көлеңке береміз қайттан. Дәл бағанағы әдіс дегендей. Multiply'ды алып нормальныйға келтіреміз. Мына жерден 4 қойайық. Мына жерден outside. Мына жерден 40 келтіріп едік, 40 қылайық. 5 бола берсін. Қайтан Ctrl-K-ны басып разделить етіп тастайық. Болды. Енді бұны да выделять етіп, сгруппировать етеміз. Басамыз. Жерден 270 градусқа айналдырамыз. 270. Так, біздің обложкамыз дайын. Енді біз сохранить етіп қояйық. Сохранить еттік. Енді біз мына жерге ауыстыру үшін обложкасын, яғни мына мокаптың бетіне обложкасын ауыстыру үшін Corel'ды аламыз да, ашамыз да, белгіленіп тұр ғынан. JPEG-қа айналдырамыз. Міне JPEG мұқаба деп қояйық, 1 деп қояйын. JPEG-та тұр, окей. Мына жерде RGB бола берсін. Мына жерде 72 точка. Өйткені бізде қазіргі точкасы 72 точка, сондай айырмашылық болмау керек. Мұқаба 2 деп қояйық. Енді мынаны мен JPEG-қа айналдырып жатырмын, Ctrl-E басып экспортқа айналдырып. Мына жерде тағы да RGB. Мына жерде 72 тұр осы размерде. Окейді басам, ал Photoshop'та ашам. Міне. Мынаны Smart Object 2 рет басамын. 2 рет басып, окейді бассақ, міне мына сурет шығып береді. Файлға кіремді, поместить связанные дейміз. Осын басамыз. Міне мұқаба 1. Так, окей. Мынаның Enter'ді басамыз да, бұрынғысын алып тастаймыз.
Енді біз мынаны басып тұрмын. Аламыз да, қарап отырыңыздар. Ctrl+S-ті басам, сохранить етем. Бірден үстінен. Міне. Байқағаныңыздай, мынаны жауып тастауға болады. Беткі обложкасы ауысты. Келесісі мына біздің қырындағы ауыстыруымыз керек. Оны 2 рет басамыз, тағы да смарт объектіні. Шықты, біз файлы кіреміз, мына поместить связанныйды басамыз, мұқаба 2-ні басамыз. Окейді басамыз. Астындағысын өшіріп тастаймыз. Мына жерде жетпей тұр екен. Оны аламыз, shift басып тұрып екі жаққа айналдырамыз. Shift басқан себебім, мына екі жаққа бірдей болады, қараңыздар міне. Shift басып бір жағын тартсам, төмегі жағы да бірдей ұзарып жатыр. Enter-ді басам да, қайтадан Ctrl+S-ті басам. Оны көрсету үшін міне байқадыңыздар, ауысып кетті. Мынаны өшіріп тастайым. Міне бізде эскиз дайын болды. Бұның барлығын мен мына жақтан слайға кірем, выполнить сведение деген басам. Барлық слойды біріктірді. Аламында Shift Ctrl+S, JPEG айналдырам. 0.2 деп, 0.2 деп сохранить етіп қойын. Кеттік. 12-ші, мына жерде 12 болып тұра берсін, окей. Енді біз қарайтын, тексеретін болсақ, міне. Кітабымыз дайын. Көріңіздер ме? Қандай күшті, керемет. Ал сіздерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Бұл маған келесі видео жазуға мотивация болады. Сіздерге пайдалы білім болды деп ойлаймын.